Kanıt koy. Ақсан ау. Менің есімім Қамиев Айдар. Осы Талдыауылдық мәдениет үйінде меңгеруші қызметін атқарам. Кезінде Тәттімбет атындағы өнер колледжін қазақ драма театр актер мамандығын тамамдап, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша осы 2016 жылы режиссер болып осы жерге жұмысқа тағайындалдым. Так, 2019-дың күшігі. Осы елбасымыз айтқандай, осы рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша енді карантиннің бір жеңілдеген кезінде ауылымызда бәйге көкпар ұйымдастырып, ауылымызға бір рухани азық, бір қазақилықты, қазақтың салт дәстүрін еске салып, дәстүрлі әндер көбіне. Мәуліт мерекелерінде айтыс өткіземіз. Өйткені қазақтыға театрдың керегі жоқ, қазақтың театры айтыс дейді ғой. Айтыста бәрі бар. Драмада бар, комедиясы да бар, оның ішінде трагедиясы да бар, халықтың мұң мұқтажы бар. Жаңағы енді бағытымыз солай енді. Тағы да бір ежелден келе жатқан рухани байлығының 7 қазынасының бірі ол қазақы құмай тазы, саятшылық өнері қазақтың ең керемет. Нағыз қазаққа дәл қазір ауадай қажет. 7 қазынаның бірі осы құмай тазыны асыраумен, баптаумен айналсам өзім. Хоббиім десем де хоббидан бұрын өзі атам аңшы болған кісі, сол кісіден маған дарыған осы аңшылық, саятшылық, құмай тазы. Өзі бұл құмай тазы деген жүйрік тазы үйдің босағасына бітеді дейді. Ол әркім өз ит асырағанымен еттің бәрі қаз емес, иттің бәрі таз емес дейді ғой. Сол тазының да тазысы болады. Қара жерде қоян алатын, міне мынау көкжендет деген тазым. Қара жерде қоянды ойланбай алады. Елікке де жетіп алады. Ақ қаншық, аты ақ моншақ. Бұл тазы да жүйрік, бірақ бұл ұшқыр. Өзі тазы екіге бөлінеді. Мынау ұзаққа жүгіретін тазы, ұзаққа талмай жүгіреді скороспен, аса қатты жылдамдықпен. Ал ұшқыр тазылар өте қатты жылдамдықпен жүгіреді, бірақ қысқа қашықтықта кез келген қоянды орнында қалдырады. Бірақ бұлар 1 километрден асқаннан кейін жылдамдығын жоғалта бастайды. Тазы деген ата-бабамыздан келе жатқан асыл мұрамыз ғой бұл да бір. Кезінде осы бір тазы, бір ауылды ашаршылық кезінде бір ауылды асыраған дейді. Оның бәрі шындық. Қазірде сол кезіндегі салт дәстүрімізді ұмытпайық деп, мысалға аңға шыққан олжамыздан, алдымыздан шыққан көршілерімізге қанжыға майлансын дегендерге байлансын деп байлап береміз. Кезіндегі сал серлердің дәстүрімен тазыны аңға баулу күшік кезінен басталады. Бұл өзі тазылардың өз ішіндегі көк қасқа тазылар ауыздандыруды қажет етпейді дейді көбіне. Өзі кезінен келе жатқан сондай не бар. Бұлар өте алғыр, өздері зерек болып туылады көк қасқа тазылар, тазылардың ішіндегі. Бұл ал көбіне тазыларды кезінде кейбіреулері басында онша біле қоймай, аңды қумай, сөйтіп ауыздандыруды қажет етіп жатады. Ол үшін үлкен тазылармен күшіктерді бірге алып шығып, осы ауыздандырамыз. Түлкінің құйрығына жүгіртіп күшік кезінде 1-2 айлық кезінде. Одан жай-жайлап келіп үлкен аңдарға қосамыз. Жаңағы ең бірінші қарсаққа, қоянға сөйтіп ауызданып, содан әккі тазылардың қатарына бірте-бірте қосыла береді.
Бұл тазылардың және де ең бір сонардың алдында бір ұмытпайтын, бір ескере кететін мәселе қоясын түсіру дейді. Көбісі біле білмейді жастардың. Бұл қоясын түсіру деген жаңағы кәдімгі сары май бар ғой. Сол сары майға ұзын қылды орап итке береміз. Содан кейін жаңағы тазының сол түні барлық ішіндегі барлық анау неше түрлі қалып қойған нелер, артық шлактарының бәрі сол күні түседі, тазы жеңіл жүгіретін болады. Ал көбінесе көп жігіттер тазы асырайды, жүгірмейді дейді. Оның себебі көбіне де осыдан болады. Ішіндегі жаңағы ауыр заттардан тазы ауырсынып жүгіре алмай, қоянға жете алмай жатады. Содан кейін бұл тазы жүгірмейді дейді, нетеді дейді. Білмеймін, өзім алдыма келген тазылардың барлығы жүгіріп, алатын аңын алып, өзі тазы иесінің көңіл үшін жүгіреді дейді ғой. Ол рас. Алла бұйырса аламыз, бұйырмаған бұттан кетеді дейді ғой. Тәуелсіз мемлекетте туылғандықтан біз оның қадірін білу, білмеймін, бізге қиындау. Аллаға шүкір дейміз, осы күнімізге, осындай елімізге рухани жағынан қызмет істеп атқанымызға. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын деймін. Тәуелсіздіктің келіп жеткен 30 жылдығы құтты болсын баршамызға.